айтты ғой, дәлелденбеген шизофрения дегенше. Хорошо, мен енді ғылым дәлелденбесе бірақ сіздер олардың бәріне жын кірген деп ойлайсыздар ма? Мысалы біздің Қазақстанда қаншама психикалық сауықтыру орталықтары бар. Соның бәрінде адам деген толып жатыр. Демек, егер оның ішінде бәрінде жын кірсе, неге сіздер барып солардың бәрін жын шығарып, көмектесіп шығарып тастамаймыз оны? Енді мен жауап берейін. Мен бұл кісінің сұрағын негізі бұл кісінің айтып жатқан дұрыс. Төркіні бар ғой. Төркіні бар, дұрыс. Енді дұрыс ретінде айтқым келіп отқан. Мен енді осы маман ретінде 17 жылдан бері айналысып жүрмін. Енді мен көкпе топырақ шашпаймын. Өкінішті бірақ. Дәл осы салада жүрген өзім сияқты оқып жүрген, былайша айтқанда кәсіп қылып, дүниені мақсат тұтып, қарапайым авам халықты пайдаланып жүрген азаматтарда жоқ емес. Алаяқтық қылып та мысалы. Неге айтып жатыр? Мен көрермендер көріп отыр ғой, осыдан бір нәтиже алар. Себебі, мысалы, менің алдыма келетін адам болса, науқастанып келді, өзінің жаңағы проблемаларын айтып келеді. Отырғыз оған тиісті аят оқыған кезде, ол бір дәлел болады, оның бойында жын бар ма, жоқ әлде ағамыз айтып жатқандай, шында да шизофрения, психология тұрғыдан ауырып жатыр ма? Мысалы, көп жағдайда неврология жағынан да, психология жағынан да ауыратын адамдар өте көп. Жын кірген адамдар негізі өте аз. Өйткені кейбір адамдардың кісіне 100-ден адам келеді. Оның бәрінде жын бар деп өте қателік. Ал енді алаяқтықпен айналысып жүрген әріптестерім бар дедіңіздер ғой. Ол кісілердің алаяқтығы қандай сонда? Жын жоқ, адамға ойбай бойында жын бар екен деп ақшаны алып ола ма? Психологиялық тұрғыдан ауыратындарға, жаңағы саған сіңіп қалған, саған дуа жасаған, саған болмаса ғашық жын кірген деген сияқты сөздерді айтады. Ол шын ауруларды шатастырады ғой. Егер емдей алмаған жағдайда, әлде ол білмейді ол кісілер. Келді, шизофрения. Шизофрениямен адам ешқашан келмейді. Бір нәрсе естеріңізде болсын. Мен аурумын деп келмейді ешқайсысы. Алып келеді ағайындар. Алып кетесін, или алып келеді. Сол нәрсені назардан сіз жаңа келсе деп отырсыз ғой. Енді екінші, жаңа сіздің жаңа айтып отқан алаяқ әріптестедік пе, не дедік? Ол айтады, сенде жын бар дейді, бәрі айтады, сенде жын бар дейді. Сөйтеді 10 курс дейма, 5 курс дейма, білмеймін сіздердің курстарыңызда қандай болатынын. Егер ол 5 курстан шықпаған кезде былай айтама, саған ол сіңісіп кеткен, немесе ғашық жын дейма? Енді емдей алмағаннан бірдеңе айту керек қой, дұрыс па? Қалай жауап береді, сол маған қызық болып тұр. Мен енді солдан бәрін түсініп отырмын. Сіздерге айтайын деп отқаным. Мен жаңа маған алып келсін деп жатқан жоқпын. Әркім өзі мысалы, сіз алып келсе дегеннен айттым мен. Сіз алаяқтың тактикасын түсіндірдіңіз ғой, соны толықтырып түсіндіріп берейін деп жатырмын ғой енді. Сол енді мысалы маған алып келеді өзі. Жаңағы психбольницадан алып шығып келеді. Үміт қой енді бір жазылама. Әр адамның үміті бар, оған дауым жоқ. Алып келеді, осылай отырғыз оқып болғаннан кейін мен айтамын. Белгілі ғой енді, анық Құранның аятын оқып жатқанда оның бойында жынның бар екені басқаша бір белгілерді береді. Қандай белгілер мәселенге? Айтып түсіндіре алмаймын, өзінің бір қозғалысынан, эмоциядан білдіреді былайша айтқанда. Оны тек қана сіз сезесіз, Егер бойында адамның жыны болса, сіз білесіз, сезесіз. Сезгенде оны бүйтіп қарап отырып айту өте қателік ол. Мысалы кейбір кісілер айтады. Құран аяттарын оқығаннан кейін. Оқыған кезде белгі береді. Қандай белгі? Мен қазір бұны екінші, мен де ғылыммен айналысып жүрмін ғой. Сіз айтыңыз, қандай белгі береді? Сосын мен өзім мүмкін ұштастырасыз ба? Қызық қой. Мысалы қараңыз, алдыңыздағы пациентке сіз Құран аяттарын оқығаннан кейін, егер әгер-әке жыны болса, қандай ишарат білдіреді? Осы жерде өте бір тонкий нәрсе бар, адамдар ажырата алмайтын. Анау неврологический, психологический ауыратын адамда дірілдеп, шыңғырып айқайлай береді. Жыны бар адамда айқайлай береді. Ал енді осы ортада жаңағы негізі жын кірген адамға көп жағдайда мына кәлиманы айт, мына бір нені айт десең айтпайын деп қырсығады. Шизофрениямен ауыратын адамды айтпайын деп қырсығады. Мысалы да мен айтпаймын деп ерексет. Айырмашылығы неде енді? Айырмашылығы бұл өте мен сіздерге айтып түсіндіре алмайтын нәрсе. Нәзік нәрсе болып тұр ғой. Ол өзі оқып жатқан кезде оның жаңағы басқаша бір денесінде қимыл әрекеттерін білдіреді. Жақсы, Бекжан мырза толықтырыңызшы. Қараңыз, жын кірген адам қалай болады біріншіден?